Ал қазір Зейнет KZ жобасының жүргізушісі әріптесім Әйгерім Ердәулет зейнеткерлікке шықса да қордағы жеке шотында жинақталған қаражатты алмаған салымшылардың не істеу керектігін түсіндіріп береді. Әйгерім. Рахмет. Қайырлы кеш. Эфирде Зейнет KZ бағдарламасы. Студияда Әйгерім Ердәулет. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы жинақталған қаражатты зейнетке шықса да әлі күнге дейін шешіп алмаған азаматтары бар. Айтқандай, мыңдаған салымшы мемлекет тағайындаған ортақ және базалық зейнетақысын ала отырып, қордағы жеке шотындағы ақшасын алуға өтініш бермепті. Ал бұл қаражаттың ертеңгі күні сұрауы қандай болмақ? Бүгінгі эфиріміз осы тақырыпқа арналады. Қазір зейнет жасына жеткен азаматтар мемлекеттік мекемелердің табалдырығын тоздырып бұрынғыдай сабылмайды. Төлемдерді алу үшін бір ғана өтініш толтырсаңыз жеткілікті. Ал 2018 жылдың қазан айына дейін бәрі де басқаша еді. Бюджеттен берілетін зейнетақыны алу үшін азаматтар әуелі халыққа қызмет көрсету орталығына баратын. Сол секілді салымшы қордағы жеке зейнетақы шотына ай сайын аударып келген, яғни жинақталған соманы пайдалану үшін БЖЗК бөлімшесіне баруға да міндетті. Қазір барлығы да бір терезе қағидасы бойынша жұмыс істейді. Зейнетақыға қатысты барлық өтінішті халыққа қызмет көрсету орталығы қабылдайды. 2021 жылдың 1 қаңтарындағы мәліметке қарасақ, БЖЗК-ның базасында зейнет жасына жетсе де қордағы жеке зейнетақы шотындағы қаражатын шешіп алмаған 177 мың азаматтың шоты бар екен. Бұл 13 миллиард теңге. Мобильді азаматтар базасы арқылы қор мамандары оның 47 мыңға жуығын тауыпты. Яғни зейнеткерлермен кері байланыс олардың тіркелген ұялы телефон нөмірі арқылы жасалған. Нәтижесінде биылғы жылдың алғашқы 7 айында 28 мыңнан астам зейнеткер шоттарындағы төлемдерді алған екен. Алайда қордағы шотта жатқан қаражаттарын әлі күнге дейін алмаған салымшылар не істеулері керек? Олар құжат жинап әлекке түсе ме? Біз оны Теңгетайдан сұрап біліп алсақ. Сәлем. Егер ұялы телефоныңыздың нөмірі мобильді азаматтар базасында тіркелген болса, сізге азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясынан SMS хабарлама келу керек. Ол кезде сіз ешқандай құжат жинамайсыз. Тек келген хабарламаға төлемдерді алу бойынша қарсылығыңыздың жоқ екендігін жауап ретінде хабарламамен жіберуіңіз қажет. Сонда жеке зейнетақы шотыңыздағы қаражат зейнетақы алып отырған шотыңызға автоматты түрде аударылады. Теңгетай, кішкене тағы кідіре тұрсаң, шоттағы ақша түгел бір мезетте аударыла ма, әлде төлемдерді қор зейнеткерге бөліп жібере ме? Әрине, Әйгерім, зейнетақы қоры алдымен жинақталған соманың көлеміне қарайды. Егер ол ең төменгі зейнетақының 12 еселенген мөлшерінен аспаған жағдайда, бұл сома алушыға БЖЗК-дан бір рет төленеді. Яғни шот иесі 519 мың теңгені бірден алады. Ал жинақталған сома бұдан көп болса, ол ай сайын зейнетақыға қосылып, тиісті қаражат аударылып отырады. Рахмет, Теңгетай. Мыңдаған зейнеткердің ішінен бізде қордағы қаражатын әлі күнге дейін алмаған алматылық Гүлбара апайды іздеп таптық. Бірнеше жыл бойы мемлекеттен базалық және ортақ зейнетақы түрлерін алып келген ол, қордағы аз-кем жинаған қаражатын пайдалануды ұмытып кетіпті. Зейнетақы қорындағы жеке шотымда айтарлықтай көп қаражат болған жоқ. 2018 жылы зейнетке шыққан кезде өтініш жазуды ұмытып кетіппін. Содан мені биыл мамыр айында телефоныма хабарлама келді. Барлық зейнеткердің шотын оп-оңай анықтай салу мүмкін емес. Кейбір азаматтардың телефон нөмірлері өзгеріп, тіпті тұрғылықты мекен жайларда ауысып кеткен. Осы ретте салымшыларды іздестіру жұмыстары қалай жүргізіледі? Бастысы жеке зейнетақы шотындағы қаражат толық сақталама. Мұны қор маманының өзі түсіндіріп берсе. Қайырлы кеш, Олжас мырза, сіз эфирдесіз. Сәлеметсіз бе, Әйгерім. Әрине, қор мемлекеттік корпорациямен бірлесіп, зейнетақы жинақтарын төлеуге өтініш білдірмеген зейнеткерлерді сәйкестендіру және олармен байланыс орнату жұмыстарын жалғастырып келеді. Бұл тынымсыз еңбекпен қыруар уақытты қажет етеді. Олардың зейнетақы жинақтары өздері талап еткен мерзімге дейін сақталады. Бұған қосарым, шотта жатқан қаржыға инвестициялық кіріс барлық жылдар бойы есептеліп, оның мөлшері де көбейе береді. Жауабыңызға рахмет.
Бүгінгі бағдарламамызды көргеннен кейін зейнетке шыққан ата-әжелеріміз зейнетақы шотына аударған қаражаттарын еске түсірген шығар деген үміттеміз. Бұл ретте біз сіздерге өз ақшаларыңызды алудың әлі де кеш емес екенін ескерте кеткіміз келеді. Ал төлемдерді алу үшін халыққа қызмет көрсету орталығына барсаңыз жеткілікті.